Мектеп формасы болмасын, форманың бағасы қымбат. Осылай деп дабыл қаққан кей ата-аналар бірігіп петиция жариялады. Олардың айтуынша форманың бағасы қалта көтерімсіз. Сонымен қатар форманың оқу үлгеріміне түк қатысы жоқ. Сонда жұрт дүрліккен форманың бағасы таразда қанша, бірге білейік. Әрине алып тастау керек. Қазір білмеймін, енді өзім, менің қызым мектеп формасын қаламайды. Мектеп формасының өзі бір мектепте, мысалы, қазақи дәстүрде болса, бір мектепте вообще көк болады, бір мектепте. Сол үшін оқушының өзін таңдауы шығар. Форма болған дұрыс қой, оқушы сияқты жүру керек. Негізі форманың болғаны дұрыс. Ол мектепте форманың бірдей болғаны дұрыс. Негізі андай әртүрлі киінгеннен көрі әдемі көрінеді, солидный көрінеді. Қазіргі неге байланысты? 21-ші ғасырға байланысты. Біз баяғыда фартук кидік қой, ондай жоқ қой қазір. Бірдей көк киген ұнайды маған, өзіме жалпы. Өмір бақи сондай болып келді ғой. Енді қазір әркім бет-бетімен айтқанын істей беретін болса, онда болмайды, ондай нәрсе. Бір тәртіпке бағынған құл болмайды ғой, тәртіпке бағыну керек.